Kез келген дастарханның сәнін келтіретін пончик жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 3 штук жұмыртқаны жағып аламыз. Үстінен жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Татымына қарай шекер, тұзымызды саламыз. Үстінен ашытқымызды салып, ұнымызды аз-аздан қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды демалдырып қойып, енді дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жайған қамырымызды осындай домалақ пішінді кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей жасауларыңызға болады. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған күнбағыс майына қуырып аламыз. Осындай пончиктер дайын болды. Енді Қазақстан шоколадын ертіп алып, пончиктерімізді бір батырып аламыз. Осылай. Енді үстіне посыпкамызды себіп, әсемдейміз. Мен 2 түрлі посыпка қолдандым. Жасап көріңіздер.